Құрметті әріптестер, чатқа жазып тіркеле беріңіздер. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қайырлы күн. Гүлжан Машановна, кірдіңіз бе? Естілмей жатыр даусыңызда. Жақсы. Я кірдім, саламатсыздар ма? Кешіресіздер, мен жаңа шыққанмын неден, семинардан, курстан, то есть. Кешіккеніме кешірім сұраймын. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, тағы да бүгін мынау Дос болайық бағдарламасын апробациядан өткізіп жатқан білім беру ұйымдарына арналған вебинарымызды бастаймыз. Енді біз қанша жерден жаңағы жылы жауап қояйық десек те, қанша жерден айтпаймыз десек те, бәрібір біздің елімізде буллинг мәселесінің бар екенін жоққа шығара алмаймыз. Бұл енді буллинг мәселесі тек біздің Қазақстан Республикасында ғана емес, бүкіл әлемде өзекті мәселе болып отыр. Бұл мәселемен бүкіл әлем болып күресіп жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, біз көп жағдайда осы буллингке ұшыраған балаға жанымыз ашып, соған көбірек көмектескіміз келіп тұрады, ал агрессорды, яғни буллерді жаңағы бір жек көріп тұратын жағдайлар кездесіп жатады. Шындығына келгенде, ол буллингтен зардап шеккен балаға қаншалық жанымыз ашып көмектесетін болсақ, жаңағы агрессорға да біз соншалық жанымыз ашып көмектесуіміз керек. Өйткені бұл оның да өмірін құрдымға жіберетін өте қиын дүние. Сол себепті осы буллингке ұшыраған балалармен қалай жұмыс жүргіземіз, жаңа агрессорлармен қалай жұмыс жүргіземіз, қандай әдіс-тәсілдер қолданамыз деген мәселе төңірегінде бүгінгі вебинарда әңгіме қозғайтын боламыз. Осы мәселе төңірегінде бізге Ақтау қаласы 19-шы мектеп-гимназияның педагог психологы Гүлжан Машановна Ерғали айтып беретін болады. Яғни мектептерде осы мәселемен жұмыс қалай жүргізіліп жатыр деген дүниені ортаға салады. Сөз кезегімізде мен қай слайдты ашайын? Ең бір жалпы зорлық-зомбылықтың түрлерін айтсаңыз, мен бірінші жұмыстың нелерін айтпас бұрын, бағытын айтпас бұрын, бірінші жалпы зорлық-зомбылық туралы айтып кеткім келіп тұрады. Сондықтан мына жерде зорлық-зомбылықтың түрлері деген слайд бар шығар, балаларға, жасөспірім шаққа деп мен ашып үлгере алмай қалдым. Осы слайдта әлде? Иә, шығара беріңіз. Балалық шақ, иә. Қазір мен жерде қоса қойсыншы, сонда қоса қойшы. Енді жалпы бұл дейтін шынымен де ең өзекті мәселелер болып тұр ғой бізде. Дауысыңыз өшіп қалды, Гүлжан. Зорлық-зомбылықтың жалпы түрлері туралы айтатын болсақ, енді зорлық-зомбылықты көрсететін балалар, шынымен дұрыс айттыңыз. Ең бірінші бұл жерде мәселе, біз көбіне зорлық-зомбылық көрсетуші балалармен жұмыс жасап кетеміз, зорлық-зомбылық көрген балалармен жұмыс жасап кетеміз де, зорлық-зомбылықты көрсетілген балалармен бағытты баяқтап кетеміз. Негізінде шынымен зорлық-зомбылықты не үшін жасап жатыр? Жалпы эмоциялық зорлық-зомбылық
дегеніміз мысалы не істеу, көбіне психологиялық зорлық-зомбылық болады оқушылардың арасында мектепте, мысалы ол баланың жеке басына өту, яғни балағаттау арқылы, әртүрлі сөгулер арқылы жеке өміріне өтіп, оларға ойын процесі ретінде қарайды да. Негізінде көптеген оқушылар бұл қалыпты жағдай сияқты көрініп, кәдімгідей қысым көрсетеді. Сондықтан зорлық-зомбылықтың бұл ең бірінші психологиялық зорлық-зомбылық шынымен де не үшін жасалып жатыр деген сияқты мәселе болу керек. Енді қауіп қатер бірін-бірі жаңағы балалардың өзінің жеке басына, яғни тиісуі, оның мінез құлқының әртүрлі жаңағы өрескел қылықтарын балаға көтертуі бұл дейтін қауіпті болып тұр біздерде. Сондықтан біздер не істейміз, мектепте жалпы оны қандай балаларды қалай бақылаймыз? Слайдтарды ауыстыра берсеңіз болады. Келесі жаңағы зорлық-зомбылықтың психологиялық түріне, психологиялық зорлық-зомбылық адамға назар аудармау, яғни бұны үрей сезімін тудыру, көбіне жаңағында қорқыту арқылы, мысалы да әлімжеттік жасау, өзінің әлсіз балдарға тиісу, небірлі әртүрлі жаңағында қарым-қатынас жасау, оған қарай қиянат жасау деген сияқты мысалы әртүрлі әрекеттері бұл сол балалардың психологиялық зорлық-зомбылыққа жатады екен. Одан кейін слайдта не істеп жүріңіз? Ауыстырып жібересіз ба? Келесі слайдта тағы да бір осы жерде слайдтар бар еді. Балаға қатысты енді бір жерде жалпы үйден шынымен де зорлық-зомбылық көретін баланы біздер әлеуметтік жағдайына қараймыз. Әлеуметтік жағдайларында мысалы отбасында жасалатын зорлық-зомбылықты мысалы балалар көріп келіп мектепке алып келеді деген сияқты. Бұл жерде физикалық зорлық-зомбылық көбіне енді зорлық-зомбылық жасайтын бала негізінде өте өзіне деген сенімсіздігі жоғары, жаңағы өзіне деген назар аударғысы келетін балалар жасайды да зорлық-зомбылықты. Сондықтан бұны да біз назарда ұстау керекпіз. Келесі. Қоса бер. Мен өзім қазір ноутбукты қосатын. Жалпы келесі слайдты қосып жібересіз ба? Басқа слайд ба? Иә. Енді бұл жерде жалпы мектепте мысалы қандай жағдайлар болатын? Көбіне балалардың бірігіп топтасып балаларға, яғни мына жерде не бар ғой? Бопсалау деген бар. Бопсалау деген тұр ғой, сол кемсітушілік, сода аша қойыңыз. Мен жаңа не деген қазір айтып екенін айтсаңыз мен таба алмай отырмын бопсалау дегенді. ботагөз қиянатына жаңа сізге жібердім ғой, қайсы беттің екенін. Зорлық-зомбылықтың түрлері деп тұрған қазір мен неден ашып алайын. Компьютерім енді қосылып жатыр еді, айып етпеңіздер. Енді жалпы айта берейін мен да. Енді бұл жердегі айтқым келіп тұрғаны жалпы не себепті жаңа айтып жатырмық қой, не себепті жасайды бұл зорлық-зомбылықты балалар, именно кімге жасайды деген мәселеге келетін болсақ, отбасында мысалы көбіне біздің өзіміздің мектебімізді жалпы алып қарасақ, әлеуметтік жағдайы жаңа айтқан орташа немесе төмен, жарты отбасы деген сияқты балалардың отбасындағы, яғни балалардың іс-әрекеттері көбіне осындай жаңа қысым көрсетілушілікке әкеліп жатады. Бұл жерде енді біз қалай бақылаймыз, балаға яғни қалай көмектесе аламыз деген сияқты сұрақтар туындайды да. Біз енді бұл жерде яғни бірінші баланы анықтау керекпіз. Баланың жағдайы, яғни біз енді көбіне бұны балалар айтпайды ғой. Айтпағандықтан біз оның жаңа айтқан балалардың олар білдіртпей жаңағындай бопсалайды, не болмаса жаңағындай әртүрлі буллингке ұшыратады. Сол кезде біз оны бақылау үшін мысалы сынып жетекшісінің жалпы баламен оқшаулануы мысалы да балалардың сол агрессордың мысалы әрекетіне баланың қалай өздігінен көбіне жаңағы тығылып қалуы, яғни айтпауы, ол бірінші мәселе болып тұр да. Енді мына жерде жалпы кімдер жататыны, бойлердің тобына кімдер жататыны оқушыларды анықтау керек. Сынып жетекшісінің бұл жерде ерекше көңіл бөлетін балаларды оқшау алып мысалы жұмыс жасап көру керек. Сол үшін не жасаймыз? Жаңағындай айтқан буллингке ұшырап жатқан баламен буллинг жасай жүрген балдарды қосып біріктіру арқылы, және де педагог, яғни бізде сынып жетекшісі бар, жаңа айтқан психологтар бар мектепте, және де баланың өзі. Сосын жаңа топ құру арқылы біздер жұмыс жасаймыз. Мысалы, бұл топқа кімдер аламыз? Жаңағы буллингке ұшыраған баланы аламыз да, және де буллинг жасаушы агрессорларды алып топтастыруға болады. Бұл енді бір жұмыстың жаңағы айтқан бағыт ретінде алып қарасақ, бұл
мысалы ойын ретінде себебі мектептің оқушысы бұл жаңа айтқан енді жеткіншектер ғой, бұлардың жаңағы айтқандай бұларға жеке келіп тікелей келіп сен деп көрсеткеннен гөрі топпен жұмыс жасағанның бұл бір жағынан тиімділігі көрсетілгені менің мына слайдымда түсінікті болып жатыр ма? Мына менің өзімнің слайдымда жаңағы ашып жібере қойшы, мен уақыт алмай ақ қояйын. Мына жерде техникалық нелерге байланысты буллинг көрсетілген адамдардың қалай қолдауға болады деген және агрессормен жұмыс деген слайд аша қойыңызшы ағай. Осы туралы тоқтала кетейін. Ашылды ма? Осы мынау ма? Қазір иә осы. Ашылды ғой, иә? Көрініп тұр ма? Яғни бұл жерде уже жұмыстың реті, жаңағындай мысалы біз уже анықтадық қой, мысалы буллингке ұшыраған балдар енді бізде өте көп, оларды біз бірақ білмей қаламыз, көбіне білмей қалып, ондай олар үнемі жаңағы айтқан қысымға түсіп жүре береді. Сондықтан бұл балаларды біз бірінші анықтап алғаннан кейін, яғни анықтау арқылы бұл анықтау жолдарын жаңа айтқандай оқшауланған оқушыларды психологтың көмегімен, оқушылармен сөйлесу кезінде байқап, осыларды біз жаңағы айтқан жұмыс жасау үшін топтық жаңағы ойындар арқылы. Енді бұл жерде бірінші, мысалы, мен бірінші слайдымда қараңыз, бірінші қадам деп тұрық, яғни кімдер қатысады бұған? Жаңағы айтқандай агрессор қатысады, одан кейін жаңағы айтқан жәбір көруші, яғни қысым көруші, және де айтамыз ғой жаңағы бақылаушы. Енді осыларды алып педагог және психолог барлығымыз қосылып бір карта құрастыру. Яғни бұл жерде жұмыстың бағыты, қандай жұмыстар жүргізіледі бұл жерде. Енді жетекшілерге мысалы үшінші слайдты қоя қойыңыз. Мына жерде әр сынып жетекшісіне міндеттелетін нәрсе. Бұл жерде құқық бұзушылықтың алдын алу үшін қандай жұмыс жоспарлары болу керек, соны құру керек. Яғни бұл жерде сол жоспармен жүреміз. Жеке және топтық жұмыстар. Бұл жерде отырыстар болуы мүмкін, мысалы, алдын алу негізінде алдын алу жұмыстарының жаңағы отырыстардың несінде ішіне кіретін жаңағындай айтқан нелері, бағыттары, ата-аналар жиналысын өткізу, мысалы, баламен байланыс жасау, бұл бала не үшін жасады, бұл буллингке не үшін барды, сол себепті анықтау мақсатында, мысалы, отбасы жағдайын анықтау. Жаңасы өте дұрыс айттыңыз, бұл жерде көбіне біз агрессорға мән бермейміз да, көбіне мән бермегенде қалай ол баланы жаңағы айтқан керісінше қылмыскер сияқты қараймыз. Негізінде агрессордың да өзінің бұл не үшін оны жасап тұрғандығын біз анықтау керекпіз. Себебі оның да бір өзінің жаңағы айтқан отбасы жағдайына байланысты, ортаға бейімделе алмауына байланысты түрлі себептер болуы мүмкін. Мысалы, бір жерден бір жерге көшіп келуі мүмкін болуы мүмкін, ата-анасының ара қатынасы, мысалы, отбасындық материалдық жағдайы деген сияқты бірнеше бұның себептері болады. Енді солардың бәрін анықтап алғаннан кейін уже біз бұл жерде, мысалы, менің бір жақсы мына жерде көрсетілген әдіс бар. Қазір сіз аштыңыз ғой да, сынып жетекшісінің міндеттері дегенге. Одан кейінгі менің слайдым көрінбей қазір. Яғни, жасалатын жұмыс алгоритмі қандай болады? Жағдайды түсініп алу, яғни әңгімелесу арқылы уже себептерді анықтаймыз, уже осы жерде біліп алдық қандай себеп бар екенін. Содан кейін диагностикалық картада бұзылыстар толтырамыз, бақылау, анкеталық сұрақтар қою, яғни қандай ауытқушылық болды, соларды анықтаймыз. Сосын барып талдау жұмыстарын жасау керекпіз. Талдау жұмыстарын жасағаннан кейін анықталды ғой уже. Бұл жерде уже жұмыс келеді енді, прямо топтық жұмыстар. Негізінде мені жеке жұмыста әрине жақсы, бұл баланың өзінің жаңағы айтқан қызығушылығын тудыру, оны топқа қосу. Білім беру процесіндегі барлық қатысушыларды топтық жұмысқа біріктіреміз. Сол кезде, мысалы, оларды басқа жаңағы ортаға, яғни сол қатарластарының ортасына қосу керек, жаңағы буллингке ұшыраған баланы да, агрессорды да. Бұл өте жақсы нәтиже береді. Осы жерде әмжетті көрген баланы да, мысалы, өзін-өзі басқару тобына өткізіп, немесе буллинг жасаған оқушыны да жаңағы айтқан кішкене құндылықтар туралы әртүрлі тәрбиелік сағаттарға қатыстыру арқылы оны міндеттемелер жүргізу оған. Өзінің ол, мысалы, жаңағы бір жауапкершілік алатындай жұмыс берілсе, тапсырма берілсе, соны орындауға ұмтылдыру керек. Яғни қызығушылығын туғызу керекпіз. Осындай мәселе бізде дейтін кәдімгідей дұрыс жоспар күйінде іске асу керек. Бұдан кейін барып, жалпы бұл жерде агрессордың іс-әрекетіне жәбірленуші, яғни қысым көруші мән бермеу керек, яғни оны қатты жаңағы назар аудармау керек. Сол кезде, мысалы, егер де оны мазақтай берсе, оған үнемі мазақтағанына қатты назар аударса, онда ол одан сайын мазақтайды. Сондықтан мазағына, мысалы,
игнор жасайды дейміз ғой, сондай нәрсе жасаған кезде ол өзі жайлап қала береді. Бұл нәрсені де біз айтып түсіндіру керекпіз. Одан кейін жалпы мінез құлықтың қандай болу екенін сабырлық таныту арқылы біздер жақсы іс-әрекеттерін мадақтап отырып үнемі. Бұл жақсы нәтиже береді. Дамыту динамикасын талдау керекпіз. Келесі слайдты қоса қойыңыз. Енді жалпы қандай ұсыныс бере аламыз осындай қысым көріп жүрген және көрсетіп жүрген балаларға? Мәселені жоқтады, қоспай сен слайдыңда. Мәселені мойындау және қысым көрсетуге жол бермеу дейді. Яғни болатқан мәселені бұл жерде жаңа айттым ғой, мен топтық жұмыс өте жақсы әсер береді. Мысалы, жаңа топты алып жүріп, ойын процесі ретінде алатын болсақ, бұл жерде, яғни адамдардың атын атамай, яғни сен агрессорсың, сен қысым көрушісің, яғни деп айтпай-ақ себеп салдарын түсіндіру. Яғни себебі балдардың көзінше бұлар жай ғана оны мысалы ызаландыру арқылы ойын процесі ретінде қарайды да, олар оған мен оған әлімдет жасап жатқан жоқпын деп ойлайды. Сондықтан үлкендердің, яғни бір жаңағы айтқан қалай десем болады, не қыл дейді ғой, әдептілігін, яғни бір үлгілі нелерін көрсету керек, жағдайларын көрсету арқылы мысал бола алады да, осыларды істеу керек. Одан кейін барып әлімжеттік бұл үлкен мәселе болып тұрған маңыздылығын көрсету. Яғни бұл тек қана ойын емес, бұның артының, яғни салдарының үлкен өкінішке апаруы мүмкін деген сияқты топтық, яғни жаңа жұмыс кезінде мысалы осы топ именно не үшін осы топты алды, оқшау алған топқа мысалы осы топ мысалы ауырып қалды, себебі адам мысалы кейде қолын жумаған адам мысалы инфекция жұқтырады. Сол сияқты адаммен қарым-қатынасты дұрыс жұмыс жасамаған болсаң, онда сен жаңағындай осындай қысымға ұшырайсың деген сияқты әңгімелерді айта отырып, яғни балаларға түсіндіру керек. Содан кейін барып уже мен осындай біз топтық ауруға ұшырап қалдық шынымен де. Сондықтан осы аурудан жазылуымыз керек деп балаларға айтқан кезде балалар уже іштей бір кемеде екендіктерін, яғни бұл мәселенің бәріне қатысы бар екенін түсініп қарсылас таныстырмайды. Себебі жеке егерде оған саған қазір жұмыс жасау керек, сен осындай деп оны қылмыскер ұстап қарасақ, оған нәтиже шықпайды бізде. Түсіндіре аласың ба? Яғни осындай нәрсені алып көрген кезде, яғни үлкендеу балалармен мысалы, егерде бұл жерде жас ерекшеліктер тағы да ескеріледі, себебі кішкентай балалармен мысалы әртүрлі мысалы гладкий утеноктарды фильм көру арқылы, немесе мысалы үлкендермен повелителя мух деген мысалы нелерді кадрларды көру арқылы олар талқылау, баланың бойындағы жаман әрекеттерге деген құмарлықтарын жеке құндылықтарға ауыстыруға жұмыс жасау. Келесісін қоса қойыңыз. Енді қалай үйлестіреміз жарқын өмір сүруді? Әрине, енді бұл жерде бізге шынымен де ойын процесі ретінде жаңа айттық қой, үлкендер аламыз, яғни педагогтар аламыз, психологтарды, жалпы жаңағы айтқан үш топты да алып қараған кезде, бұл жерде балаларға бір осындай қысымға түскен, қысым көрген балдарға құндылықты, яғни көрсету, маңыздылығын, қызығушылығын басқа жаққа бұру, яғни бұндай нәрседен көрі ойнау әдісі арқылы, яғни тиімді әдіс болады. Бұл әр қатысушының мықты жақтарын бірінші анықтап алу керек. Балаға жеке карта жүргізу керек, себебі бұл жеке карта деген баланың каждый балаға мұғалім, педагог карта жүргізу ашу арқылы ол жерге жасалып жатқан жұмыстың барлығы жазу керек. Сол кезде мысалы баланың полный картинасы шығады, яғни баланың қай жағынан, мүмкін ол ән айта алатын шығар, мүмкін ол жақсы билейтін шығар, мүмкін ол сурет сала алатын сияқты. Сол нәрсесін жаңағыдай көрсете біліп, баланың уже мықты қылып көрсету керек. Осы жерде ойындар, әртүрлі конкурстар ұйымдастыруға болады, әртүрлі мысалы жаңағындай айтқан серуендерге шығуға, походтарға, мысалы музейге бару арқылы, балаларға мереке ұйымдастыру арқылы бір құндылықты дәріптеу керек. Яғни қызығушылығын артылып, жақсы жарқын өмірді үйлестіруіміз қажет, бұл міндетті түрде. Одан кейін уже жағымды оң жаққа қарай өзгерістер. Яғни егер де сен осындай бойыңда осындай жаман әдет қалыптасқан кезде, оның қандай жағымсыз салдары болады деген сияқты мәселелер тудыратындай рөлдік ойындар ойнату, яғни өте керемет нәтиже береді. Себебі бұл жерде бала беделді адамды көрсету арқылы, беделді адамдардың мысалы ролін беру арқылы бала өзінің бойынан мысалы құндылығын дәріптейді. Мысалы біз қалай түсінеміз, біз психологтар мысалы айтамыз, біз
сіз егер де құнды адам болғыңыз келсе, ортада беделді болғыңыз келсе, бай қуатты болғыңыз келсе, жаңағы сіздерді сыйлағанын, сіздің сөзіңіздің жүргенін жақсы көргіңіз келсе, онда сіз бойыңыздағы жаман әдеттерді жақсы әдетке ауыстыруға ұмтылу керексіз деп солай түсіндіріп ойын процесінде үйретеміз да. Одан кейін слайд. Енді қысым көрсету жағдайындағы мәселені шешу үшін көмектесетін бірінші практикалық тапсырмалар. Бұл жерде енді рөлдік ойында жаңа айтып кеттім, құрбан, агрессор және бақылаушы рөліндегі рөлдерді оятамыз. Әрқайсысы, яғни келектестіріп, әрқайсысы сол рөлге қойып оятқан кезде бала соны сезінеді. Яғни мысалы мен егер де мен агрессордың орнында болсам, мысалы ол дәл сол рөлді ойнаған кезде қысым көрсеткен адамға қалай агрессия көрсеткен кездегі состояние, яғни эмоцияларды сезінеді бала деген. Сол кезде келесі одан кейін ауыстырып, яғни үш рөлді қойып шығу керек. Бақылаушы ретінде қалай болады, яғни агрессор ретінде және де жәбірленуші ретінде. Бұл да өте жақсы нәтиже береді. Бұл жерде бала сол сезімді басынан өткізеді. Одан кейін соны талқылау керек. Егер де мен осы жасамаған кезде қалай болады, мысалы бақылаушы көбіне енді көмектескісі келеді буллингке ұшыраған адамға да, мысалы соған қандай көмектесу жолдарын жасайды. Бұны да біз жазып жоспарлау керекпіз. Одан кейін сценарийлерді өңдеу. Яғни бірнеше сценарий жазу, жаңағындай айтқан, қандай ситуацияда бала буллингке ұшырап қалуы мүмкін ситуациялардың барлығын жазу керек. Енді содан кейін барып жалпы балаларды топтастыру арқылы қауіпсіз шараларын ұсыну. Көбіне енді бұл жерде біздің жаңағы неміз жақсы нәтиже беретіні бұл алдын алу жұмыстары. Алдын алу жұмыстары. Алдын алу жұмыстары, яғни бұл жерде әмбеттерге ұшыраған адамдарға көмектесетін қандай ресурстар бар. Солардың барлығын мысалы бірден айту керек. Мысалы саған осындай жасалған кезде сен кімге жаңағы жүгіне аласың, кімнен көмек сұрай аласың деген сияқты шұғыл байланыс, мысалы горячий линияларға хабарласу, одан кейін кеңестер алу, мысалы психологқа келу, ата-анасына айту, сынып жетекшісіне айту деген сияқты. Бұнымен бала бір өзі жаңа құлыпталып қалмау керек. Сол буллингтің құрбаны болып кетпес үшін осындай жолдар бар екен, оның ешқандай өзінің рұқсатынсыз ешкім оған жаңағы айтқан шекарасына өте алмайтындығы туралы балаға ақпарат беру керек. Келесі. Және бұл жерде енді жаттығу, мен жерде махаббат және кек деп жаттығуын алдым. Бұл жерде талқылауға түсетін, яғни не үшін маңызды, яғни бізде көбіне енді сезім айту деген нәрсені балалар көп түсіне бермейді, балалар сезімді айта алмайды десек те болады, және де айту жолдарын білмейді да. Сондықтан біздер бұны басқаға ренжіген, мысалы сұрақтар қою арқылы талқылауға болады. Басқаға ренжіген кезде, айта алмаған кезде өзіңді қалай сезесің? Мысалы біреу сізді ренжітіп қойса, сіз оған айта алмасаңыз сол ренжішіңізді, қалай сіз күйде боласыз өзіңізді, қандай эмоция сіз сезінесіз деген сияқты сұрақтар қою арқылы, немесе оған айтқан кезде қандай күйге түсесің, қандай сезімде боласың. Одан кейін мысалы болмаса басқа біреуге айтқан кезде өзіңді қалай сезінесің, мысалы сен саған ренжідім деп оған айтқан кезде өзіңді қалай сезініп тұрсың деп балаға бұл жерде эмоциясын білдіруді маңыздылығын, не себепті оны білдіру керек айту маңызды өте. Сол кезде бала уже түсінеді, мен бұлай жабылып қалмау керек екенмін, мен өзімнің көңіл күйімді, мысалы маған сен ондай жасамашы деп айтуымды, яғни міндетті екенсе, ол менің өзімнің қауіпсіздігіме қажет деген сияқты балада ой туындатады. Осындай нәрселерді жаттығулар жасау арқылы келтіруге болады. Соң екен, тағы да бар ма? Енді бұл жерде түсіндіріп кететін болсам, жаңағында жерді ашып, бұл жерде баланың сезімдерімен бөлісу, яғни бұл да өте жақсы нәтиже береді. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Осы слайдтар бойынша тағы да қосайын ба? Талқылайтыныңызды ашайын ба? Иә. Енді айта қойыңыз, аты қандай? жаңағы қысым қазір қарап жүрейін. Иә, міне осы аша қойыңыз. Тренинг бұл жерде әлеуметтік көмек, осыны аша қойыңыз келесі. Яғни бұның барлығы уже
Енді бұл жерде балаларға бұл өте көмектеседі, себебі балалар ақпарат жоқ. Сосын жаңағындай мектепте мысалы стендтар ашып жасап қою, ақпараттық жаңағындай айтқан стендтарды қойып, ол жерге мысалы қай жерге хабарласуға болады, қандай жағдайда ол уже жаңа айтқан сигнал беру керек деген сияқты ақпараттарды желісінде өте көп болу керек. Бұл да көмектеседі. Бұл да зорлық-зомбылықтың, яғни буллингтің алдын алу. Себебі көп бала бұл қалыпты жағдай екен деген сияқты сезімде жүре беруі мүмкін. Енді ол біз білмейміз ғой, көп балалардың көпшілігі мысалы үйде де сондай жағдай болып жатқан балалар болса, олар уже оларды сезім қалыпты жағдай ретінде қабылдап қоюы мүмкін. Сондықтан бұл ақпаратты алдын ала прямо дабыл қағу керек. Чем бұл жерде буллинг жасаған балаларды емдегеннен гөрі алдын алу жұмыстарына қатты мән берген жақсы нәтиже береді да. Соны ескерткім келеді. Сосын жалпы профилактика мына жерде енді бірінші заңдылық, екінші адамның жеке азаматтық құқықтары, заңды мүдделері сақталуға кепілдік беру, және де азаматтың зардабын, психикалық зардап шегуіне жол бермеу, отбасын қолдау және сақтау. Бұл жерде құпиялылық маңызды. Яғни сол буллингке ұшыраған баланың мысалы өзінің сезімдерін құпия түрде ұстау, мысалы мұғалімнің, психологтың, қиын жағдайда жүрген балаларға жеке жұмыс жүргізу, тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасының алдын алу шараларын, жазалау шараларының басымдылығы, яғни алдын алу шарасы өте көп болу керек бізде. Бұл жерде жаңағыдай айтқан біріктіру ғой, топпен жұмыс деген өте жақсы нәтиже береді. Оларды біріктіріп, жаңағыдай сыныптың ауызбіршілігін дамытатындай ойындар ойнату, көбіне тренингтер өткізу. Сосын бізде қазір адал ұрпақ деген бар, еңбек адал жас өрен деген топтар бар, еріктілер тобы бар. Осы топтарға балаларды тарту керек. Сол кезде бала әлеуметтік жағдайына қарамастан бала уже сол топқа кіруге қызығып, сол топтың ішіндегі тапсырмаларды алады да жеке басын жауапкершілігін алады. Сондай кезде буллингтің алдын ала аламыз деп толық сенімдіміз соған да. Келесі слайд. Бұл жаңа айтып кеттім ғой бұл жерде, жалпылама енді түрлері, әлеуметтік қызметтер, бұл өткізе беріңіз. Яғни ұйымдар, енді көмектесу ұйымдары, осыған тоқталып кетейік. Жаңа айтқан ұйымдары, яғни біз енді мектептің ішінде айтып отырмық қой, жаңағыдай мұғалімге хабарласу, сынып жетекшісіне айту, бірден психологқа хабарласу, ата-анасына айту деген сияқты осындай көмектер, ұйымдар. Бұл енді жалпы үлкен адамдарға да көмек көрсету ұйымдар туралы жазылған мына жерде да. Психологиялық көмек, яғни денсаулығына байланысты көмек. Сол келесі. Бұларды оқып көрсетпей ақ қояйын да, нақтылап. Келесі. Енді көбіне біздің сол назарымыз сол жаңағы айтқандай, сіздің айтқандай профилактикалық жұмысқа, алдын алу жұмыстарына көп нәтиже береді бұл жерде. Енді консультация, диагностика бұл жерде зорлық-зомбылыққа көрген жандағы іс-шара, жаңа айтқандай, яғни бірінші тренинг өткізбестен бұрын анықтап алуы, бірінші не үшін ол сол зақымдылық, яғни қандай зақым алды, яғни баланың психологиясы әсер етті ма, соның барын анықтап алу, сосын жалпы кеңес беру енді. Содан кейін барып уже соның бойындағы сол қорқыныштарын алу, мазасыздықтарын алу бойынша тренингтер жүргізу. Келесі. Бұл жерде енді біз балдарға, мен жаңа мына жерде сізге көрсетіп отырмын, бұл жерде біз мектептегі пайдаланатын көптеген тренингтердің несін жаңағы көрсетіп отырмыз. Балалармен бірінші қалай жасаймыз, мысалы көптеген бұл жерде тренингтер бар. Бұл жерде достастыру, балдарды бір-бірінің сезімдерін түсіну, бір-бірінің жеке басына өтпеу үшін мысалы сәлемдесу, танысу, әртүрлі жаңағындай жаттығулар жасау арқылы балалардың ауызбіршілігін дамыту. Бір тренинг көрсетілген. Келесі бұл аяқталған шығар, иә? Осы аяқталды, иә, жаңа. Иә. Слайдты көп жеріп қоймаймын мен сізге. Келесі слайдты көрейікші. Тағы да мен айтпай кеткен мәселе болса. Келесі, осыдан кейін тағы да соңғы жіберген слайдым бар ғой, осының алдында. Мен жаңа сізге айтып үлгермей қалдым, просто мен мына жерде жай шығып қалдым да неден. Соны қайсыдан кейін екенін біле алмай отырмын. Сол мен сізге айтып үлгермей қалдым осыны. Иә, осы жер осыған тоқтала кетейік. Бұл жерде жаңағы айтқан, жаңа осының алдындағы осыны айтып кетейін, түсіндіріп. Салда жаңағы
түрлері деп осының уже өте беріңіз, алға қарай жүріңізші. Бұл айтылды ғой. Зорлық-зомбылық. Статистика ғой бұл енді. Жоқ, бұл осының алдында. Қандай факторлар тудырады, мысалы, енді бұл жерде әлеумет айтылды бұл, мынау енді әлеуметтік фактор. Бұл жерде енді жалпы зорлық зомбылық тудыратын негізгі факторлар бұл балалар емес, жалпы үлкендер туралы айтылған общий жасалған нәрсе. Сондықтан бұл жерде әлеуметтік фактор ең бастысы. Сол не үшін әлеуметтік факторға жүгінетін болсақ, мысалы, экономикалық жағдайдың төмендеуі, отбасында мысалы қаржы жетіспеушілігінде кейбір балалардың мысалы көңіл күйлері әртүрлі болады, ата-анасының мысалы үйіндегі реніші, толық емес отбасында тәрбие, ішімдік, бұның барлығы сол зорлық зомбылыққа ұшырайтын адамға да, және де зорлық зомбылық ұшырайтын адамға да тікелей қатысты. Одан кейін биологиялық фактор, мысалы, генетикасында айтады ғой енді, мысалы, кішкене генетикасында да болады да, егер де ата-анасының мысалы бойында болатын болса, ол уже балаға да беріледі деген сияқты. Одан кейін темперамент ерекшеліктері, көбіне біздің балдардың ашуларын басқара алмайтындай жағдай көп туындайды да, биологиялық фактор. Сосын барып әртүрлі мысалы денсаулығындағы мысалы ашушаңдығы, мысалы, бұның да даму кезіндегі баланың анасының жатырында болған кездегі де баланың физиологиялық, яғни биологиялық факторлары, бұның барлығы баланың кейін мектепке келген кезде де қатарластарымен бірге оқып жатырған кезде, білім алып жатқан кездегі мысалы мінез құлықтарына қатты әсер етеді. Бұндай балдарда мысалы көп агрессор ретінде жасай алады да, бұлар агрессия істей алады адамдарға. Одан кейін психологиялық фактор, енді әлеуметтік жағдай жаңа айтылды, жеке қасиеттері, мінезін игере алмаушылық, бала кезіндегі махаббат жетіспеушілік. Енді біз көбіне назар аударады, біз айтамыз, психологтар назар аударады, яғни агрессор және де агрессор бұл өзіне назар аударту үшін осындай адамдарға қысым көрсетеді деп түсіндіреміз да. Болған сияқты басқа айтылды бұлар. Енді статистика туралы. Саласы бар. Алло. Слайдты жіберетін шығар. Мен де просто, енді статистика жалпы мына жерде қарайтын болсақ, әрбір үшінші отбасында тұрмыстық зорлық зомбылық болады, әрбір жетінші әйел экономикалық зорлық зомбылыққа ұшырайды, әрбір алтыншы әйел, яғни физикалық зорлық зомбылық. Және де бұл жерде енді әйел адамның жалпы зорлық зомбылыққа ұшырауы, буллингке ұшырауы енді әлеуметтік қазір шынымен де өте қоғамдағы үлкен мәселенің бірі болып тұр. Оны күнделікті әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Дәл осындай зорлық зомбылық көрген отбасынан балалар да зорлық зомбылық көретіні бұл уже ықтимал, және де уже қауіп қатер тобына алынады бұндай балаларда. Себебі мектептерде мысалы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балалары көбіне осындай не қысым көріп, не қысым көрсетіп жаңағы мүшелері ретінде танылады бізде. Осындай есепте тұрған оқушылар болады. Не істеу керек, жаңа да айтып кеттім, мектептегі айтқанындай, бұл жерде егер де 102 телефон арқылы, яғни ешқандай дабыл қағу керек, ешқандай бұны көтеріп, бұл қалыпты жағдай деп адам қабылдамау керек. Сол туралы біздер көптеген ақпараттар береміз. Телефонға, яғни полицияға хабарласу арқылы, немесе 103 телефон арқылы жедел жәрдем шақыру. Яғни көбіне енді бізде шынымен де бұны жасырып қалатын жағдайлар көп болады. Даже баланың да үйінде ата-анасынан буллинг көруі мүмкін. Бұл да жасырылатын қалыпты жағдай болып кетті. Сондықтан балалар мысалы әртүрлі жағдайда көңіл күйі төмен болып келеді. Мысалы көбіне енді буллингке ұшырап жататын, яғни жәбірленуші балалар бұл өте өзіне деген тоже әлсіз, сенімсіз, қорқынышты көп балалар ұшырап жатады да көбіне. Сондықтан бұны да ескеру керекпіз. Бұл жерде өте балаға деген жақындасу, бала туралы ақпаратты жақсы білу, мұғалім, сынып жетекшіге келіп түседі. Әрі де баланың жаңа айтқан бойындағы өзгерістерді дер кезінде бақылау керек та. Физикалық жалпы денесіндегі болсын, болмаса психологиялық жағдайында болсын, өте осыған кәдімгідей мән беру керекпіз, және бақылауда ұстау керекпіз. Бұл жерде дағдарыс орталығына бару әйел адамдарға арналған, бұл үлкен адамдарға да. Яғни сосын жаңа бару, мына жерде 150, яғни есте сақтау үшін оңай 3 таңбалы, яғни буллингке ұшыраған адам өзінің қолына белгі салып, басқаларын көрсеткен кезде, мысалы, сол адам арқылы осы адамға көмек керек екенін білуге болады деп. Бұны да біз ақпаратқа қосып қойдық. Осы жағдайда бұл да көмектеседі. Себебі шынымен де көбіне қысым жасалғандықтан айтпай қалады да бұл жағдайда.
қорқады айтуға. Келесі бар ма слайд, ағай? Осылай бітті. Аха. Енді сұрақтар болса маған қойылатын қалай десем болады, енді сізге тағы да ашып айта алмай жатсам нақты жұмыс. Мен мысалы өзім мектепте біз тәжірибе ретінде айтып жіберсем, мектебімізде осындай буллингке ұшыраған балдарды мен бір тәжірибе айтып жіберейін ба? Тәжірибемді айтайын ба бір сіздерге? Айтыңыз. Мектепте мысалы бізде осындай зорлық зомбылыққа ұшыраған балдарды біз анықтап, уже бізден сыныптың жаңағы белгілі айтамыз активистерінің айтуымен баланы кейде өзі келеді, бірақ бір оқушы бізде осындай буллингке ұшыраған оқушыны біз қалай жаңа жұмыс жасадық, оң нәтиже алдық. Біз дәл осындай жаңағы айтқандай топтық жұмыс жасау арқылы балаларға түсіндірме жұмыстарын жасау, бірінші түсіндірме жұмыстарын жасап, жеке баланы анықтап алдық, оның не үшін осындай буллингке ұшыраған себептерін анықтадық. Одан кейін бар агрессормен, жаңағы айтқан бақылаушымен, одан кейін жаңағы жәбірленуші балалардың барлығын қосып, бірге біз еңбегі адал жас үйрен деген топтық жаңағы топ еріктілер тобына қостық. Бұл жерде біз оларға қызықтыру арқылы өзінің бойындағы баланың бірінші қандай нәрсеге қызығушылығын анықтап алдық, диагностика жасау арқылы. Сол мысалы бала ол жерде қызығушылығы жаңа айтқан өзінің мынандай шаруашылыққа, мынандай гүл өсіруге, сондай бір ішінде жанашырлық бір несі бар екен, өсімдіктерге қарап қатты сондай баптаған жақсы көреді екен, бірақ оны мүмкіндігі жоқ екен, оны ауылдық жерде тұрмайтын болғандықтан, сонда біз алып осы еңбек адал жас өрен тобына қосу арқылы осы үш жаңағы бағыттағы балаларды, үш баланы алып біз біріктіру арқылы оларды бір жұмысқа жұмылдырдық. Мысалы сіздер осыны топты ашып, сол топтың басшысы ретінде, және де именно басшысы ретінде біз буллингке ұшыраған қысым көрген оқушыны алдық та, содан кейін оған басқа екеуіне көмектесіңіз дедік. Бұл жерде әрине оңай емес, просто біз бұл жерде үлгі ретінде көрсету арқылы сіз бұл жерден осы топқа кіргенде нені жаңағындай айтқан қалай десем болады, не маңызды кіру деген, себебі олар бірден кіргісі келген жоқ, біз оған маңыздылық көрсеттік, және де құндылықты көрсеттік. Құндылық яғни сіздің осы топқа кірген кездегі алатын нәтижелеріңіз, өзіңіздің бойыңыздағы мысалы жаңа айтқан жағымсыз өзіңізге деген сенімсіздігіңізді арттырасыз, көшбасшылық жаңа айтқан неңіз өзіңіздің қабілетіңіз артады, өзіңіздің қызығушылығыңыз бойынша ары қарай дамыта аласыз, және де ортаға шығу арқылы лидер бола аласыз деген сияқты көптеген оң жақтарын көрсету арқылы, үлгі болу арқылы көрсеткен кезде қазір үшеуі дос болу арқылы, даже қазір уже бізге клубника өсіреді мектепте апай деп баклажкаге жаңағындай айтқан өздерінің жаңағы идеяларын ұсынып, бізге қазір осы каникулда қазір не істеп отыр, қатты белсенділік танытып отыр. Ертең сабаққа келгеннен кейін мектептің ішінде осындай нәрсе істейікші деді да, біз осының барлығын жайлап алып келіп балаға жасап көрдік осы тәсілдерді. Сол кезде бізге кәдімгідей нәтиже беріп тұрғанын біз көзіміз жетіп, балалардың жаңа бірігіп уже бұл жерде жаңағындай бойындағы жамағаттың арты жамандыққа апаратындығын көздері жеткеннен кейін осындай нәрсеге келіп жатыр да. Вот соған біз қатты қуанып отырмыз қазір. Жақсы, Гүлжан Машинқызы, сізге көп рахмет. Енді құрметті әріптестер, осы вебинарымызда біз осы өздеріңіз сияқты мектепте жұмыс істеп жүрген әріптестердің де тәжірибесін ортаға салуды жөн көріп, бүгін осы жаңағы Ақтау қаласында 19 мектептің педагог психологы жаңағы Гүлжан Машанқызының тәжірибесін ортаға салып отырмыз. Енді өздеріңіз көңіліңізден шыққан, өзіңізге ұнаған дүниелер болса, жаңағы қоржыныңызға салып аласыз. Енді қалай десек те, осы буллингтің алдын алуымыз керек. Жаңа енді адам шошитын статистикалар айтылып жатыр. Мысалы, әйелдердің 7%, 7 әйелдің бірі жаңағы экономикалық қысымға, 6 әйелдің бірі физикалық қысымға ұшырайды деген. Енді осының барлығы қайдан шығып жатыр мысалы? Осының бәрі осы мектепте жаңағы ненің алдынан шығып жатыр. Олар ертең өседі, үйленеді, семья болады, мінекей жаңағы отбасылық зорлық-зомбылық деген қайдан шығады? Біз осы мектепте осыны балаға түсіндіріп жібермесек,
бұл жаңағы қоғамды бүлдіретін мәселе. Енді осы тұрғыда жасап жатқан жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Слайдтарды енді Гүлжан ханым өзіңіз реттеп сізге жіберсеңіз, группаға саламыз. Сұрақтарыңыз болса, мархамат. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда жұмысымызды аяқтайық. Алдағы сенбі, жексенбі жақсы демалыс болсын бәрімізге де. Аман есен болайық. Келесі аптада жүздескенше. Рахмет сіздерге. Гүлжан ханым, көп рахмет. Аха, сіздерге де рахмет, сау болыңыздар.